Бүгін Ақтөбеде Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Қазақстан Халқы Ассамблеясының үлкен ел, үлкен отбасы республикалық жалпыұлттық жобасы бастау алды. Бұдан әрі еліміздің барлық облыстарына жалғасатын шараға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Осы жоба аясында үгіт пойызы облыстың барлық аудандарын аралау үшін сапарға аттанды. Толығырақ Райгүл Еншібайқызының бейнесюжетінде. Тәуелсіз еліміздің қалыптасу кезеңінде қазақстандықтардың табысы 10 есе өсті. Адамдардың өмір сүру ұзақтығы 72 жасқа дейін ұлғайды. Бала туу деңгейі 67,7% артты. Жалпы облыстың өнім көлемі тұрғындардың жан басына жақында 40 есе артты. Өнеркәсіп 1000 есе өсті. Соңғы 5 жылдың ішінде ғана елімізде индустриалды даму бағдарламасы аясында 250 мың жаңа жұмыс орындары мен 950 жаңа кәсіпорын құрылды. Бұл жетістіктер әрбір қазақстандықтың, оның ішінде әрбір ақтөбеліктің зор еңбегінің нәтижесі деп атап өтті облыс әкімі Бердібек Сапарбаев. Мемлекет басшысының берген тапсырмасына сәйкес біз бүгін Ақтөбеде үлкен ел, үлкен отбасы акциясын бастадық. Ондағы мақсатымыз барлық елді мекендерде осы 25 жылдықты насихаттау. Ширек ғасырда Қазақстан қандай жетістіктерге жетті, ең негізгісі халықтың тұрмысы, әл-ахуалы қалай өзгерді. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде қарапайым қазақстандыққа осы тәуелсіздік не берді? Келешекте біздің жерлестеріміз тәуелсіздіктен не күтеді? 4000-нан астам адам қатысқан ауқымды мерекелік шара Қоныс спорт сарайында өтті. Оған ардагерлер, жастар, үкіметтік емес ұйымдардың және этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. Құрамында 1000-ға жуық өнерпазы бар театрландырылған көрсетілім шараның сәнін келтірді. Онда тәуелсіздік қабылданған сәттен қазіргі уақытқа дейінгі еліміздің дамуының барлық сатылары бейнеленген. Қазақстанымыздың 25 жылдықта жеткен табыстарын барлық елді мекенге барып насихаттау, соны көрсету, сонымен қатар өзіміздің көмегімізді көрсету. Үгіт пойыздың құрамында медицина қызметкерлері, әлеуметтік қорғау, финанстық қаржылық институттың уәкілдері бар. Бұлар әрбір елді мекендерді аралайды. Бүгін шегінде біз алыстағы бұрын тек аудан орталығына қайтатын болсақ, қазір алыс шалғайдағы елді мекендерге барамыз деп жоспарлап отырмыз. Өңір басшысы өз кезегінде қаңтар-ақпан айларында облыстың барлық аудандарын аралап шығатын үгіт пойызына сәт сапар тіледі. Оның құрамында медицина қызметкерлері, заңгерлер, Нұр Отан партиясының даму кәсіпкерлікті дамыту қорының өкілдері бар. Олар ауыл тұрғындарына қажетті медициналық, заңгерлік қызмет көрсетіп, шағын және орта бизнесті құру бойынша кеңестер береді. Белсенді жастар тәуелсіздіктің 25 жылдығының негізгі жетістіктерін түсіндіру үшін облыстың барлық аудандарында болады. Айта кету керек, осы жылы облыста 5000-нан астам түрлі шаралар өткізу жоспарланған. Сондай-ақ 300-ге жуық әлеуметтік нысан пайдалануға беріледі. Райгүл Еншібайқызы, Руслан Елтаев, Қазақстан, Ақтөбе.